Сәлеметсіздер ме балалар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен әдебиеттік оқу 2 сынып 85 сабақ. Сабақтың тақырыбы мамыр келді алақай. Балалар, бүгін барлық тапсырмаларды орындаймыз. Менімен бірге сабақтың соңына дейін қарап, лайк басып, подписка жасап отырыңыздар. Ендеше, мамыр келді алақай. Бүгінгі сабақта сұрақтарға жауап бересің, өлеңдегі ақын ойын жалғастырып айтасың, құттықтау сөз жазасың. Бірінші тапсырма суреттер бойынша көктемгі мерекелер туралы әңгімеле. Яғни, халықаралық әйелдер күні әр жылы 8 наурызда тойланатын мейрам. Тарихта әйелдердің техникалық пен эмпатиясы жолындағы күресіндегі ынтымақтастық күні ретінде пайда болды. 1935 жыл халықаралық әйелдер жылы болып аталғаннан кейін сол жылдан бастап бұл ресми түрде наурыздың 8 күнін халықаралық әйелдер күні етіп бекітті. Қазақстанда демалыс күні болып табылады. Келесі екінші тапсырма өлеңді түсініп оқы, қандай мереке туралы айтылған. Мамыр келді алақай, мамыр келді қалаға, мамыр келді ауылға, мамыр келді далама, мамыр енді бауыма, мамыр келді гүл алып, түрлендірді маңайды, зеңгір көктем қуанып, күн күлімдеп қарайды. Жадыратар жаныңды, қуаныштан асқан не, қарсы алып мамырды, әнші құстар бастанге. Бұлбұл қалай сайрамас, жайнап тұрса жер аспан, ел-жұрт қалай жайнамас, ынтымағы жарасқан. Жөн болады сендағы, бұған үлес қосқаның, ынтымақтың мейрамы құтты болсын достарым. Сұлтан Қалиұлы. 1 мамыр бірлік мерекесі жайлы айтылған. Келесі 3-ші тапсырма өлеңнен ақынның көңіл күйін білдіретін сөздерді тауып айт делінген. Жадыратар жаныңды, қуаныштан асқан не, қарсы алып мамырды, әнші құстар бастанге. Ынтымақтың мейрамы құтты болсын достарым. Балалар, каналға тіркеліп, лайк басып, подписка кнопкасын басып отырыңыздар. Подписка кнопкасын басып қойсаңыздар, менің келесі шығаратын сабақтарым сіздерге алғашқы болып көрінетін болады. Ендеше келесі 4-ші тапсырманы қарайық балалар. 4-ші тапсырма суреттерге сүйеніп, ақын ойын жалғастырып әңгімелеңдер делінген. 1 мамыр келді қалаға, мамыр келді ауылға, мамыр келді далама, мамыр енді бауыма дейсіздер, әрі қарай жалғастырып жаза бересіздер. Ендеше келесі 5-ші тапсырманы қарайық балалар. Ал балалар, келесі 5-ші тапсырма ақынның қолдаған сөздеріне мән бер. Өзің деп бір сөйлеммен мерекелік құттықтау жаз. Біз жазамыз 1 мамыр бірлік мерекесі құтты болсын. Балалар, біздің сабағымыз осымен аяқталды. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Менің каналымда қазақ тілі және де қазақ әдебиеті, математика сабақтарының барлық жауаптарын сіздер үшін салып қойдым. Ендеше каналға тіркеліп, осы сабаққа лайк басып, қолдап кетіңіздер. Сау болыңыздар балалар.